Жын шайтанның бар екені хақ. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Видеоны соңына дейін жын тигеннің белгілері туралы және жынды қалай өзіңе келтірмеу, жақындатпау туралы айта кететін боламын. Жындар бар. Олар да адамдар секілді Алланың жаратқан құлдары, құлшылық етуге бұйырылған. Алла тағала Құранда мен жындар мен адамзатты тек өзіме құлшылық етулер үшін жараттым деген екен. Жындар түрлі бейнелерге, пішіндерге ене алады. Ішеді, жейді, ер мен әйел болып жынысқа бөлінеді және көбейе алады. Олар туралы Құран мен сүннетте айтылған. Олардың бар екеніне сену уәжіп. Халық арасында жынданған, ішіне жын кірген деп айтып жатады. Жындар қандай адамдардың ішіне кіріп кетуі мүмкін? Көпшілік ғалымдардың тұжырымы бойынша жын кез келген адамға жақындауы, жұғысуы, ішіне кіріп оның бойын паналап алуы мүмкін. Ол туралы Құран кәрімде өсім жейтіндер бейне бір шайтан ұрып жынданған адамдай тұрады делінген екен. Жынданған дегенде жын тиген емес, жынның ықпалына түскен, яғни жын кірген адамды айтып отыр. Ал жынның адамға тиетін жолы өте көп. Оның арнайы белгілері жоқ. Әр қилы және әр түрлі себептер болуы мүмкін. Мысалы, есік алдына кірдің суын төгу, далада түнеп қалу, күл қоқысты басу, малдың сүйегін тебу, күнә істеу және сиқырлану сияқты себептермен жын тиюі мүмкін. Орынсыз күлу немесе жылау, Құран оқығанда іштей қарсылық сезіну, ақыл-ой кемтарлығы, бұлшықет құрысуы, ұйқысыздық, лас жерде жүру сынды әрекеттер жын кірген адамның басты белгілері екен. Жын шайтан адамның ішіне кіре алады. Демек, оның қолынан барлық нәрсе келеді екен деп одан қорқудың қажеті жоқ. Керісінше, мұсылман адам жын шайтанның зиянынан сақтану жолдарын қарастыру керек екен. Жындар түрлі бейнеде адам, жануар, ағаш және басқа да кейіптерде көріне алады екен. Сондықтан жолдың бойында қыздың елесі туралы ақпарат бойынша екі болжам айтуға болады. Біріншісі, ол қыз кейпінде көрінген жын. Екіншісі, сол ауыл адамдарының әзілі болуы мүмкін. Өйткені жын шайтандар көбіне шөл, дала, лас орындарда жүреді. Күн батқанда жер бетіне тарала бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күн батарда балаларыңды өздеріңе жақын тұтаңдар. Себебі осы кезде жер бетінде шайтандар тарайды. Ал түн өткеннен кейін оларды жібересіңдер деген. Егер де мұсылман адам елесті, жынды көргенде еш алаңдамауы, қорықпауы, үрейленбеуі керек. Жын жайдан жай адамдарға тиіспейді. Құран кәрімде менің құлдарыма сенің ешқандай ықпалың жүрмейді. Сен тек өзіңе ерген адасқан азғындарға ғана ықпал ете аласың делінген. Жын шайтан Алла тағала зікір етіп, құлшылық жасап жүрген адамға жақындай алмайды. Олардан сақтану үшін не істеу керек? Қорғанудың жолдары бар ма деген сұраққа жауап берейін. Алла тағаланы еске алып, зікір ету жын шайтанға қарсы ең күшті әрі сенімді қару. Әсіресе Фатиха, Кәфирун, Ықылас, Фалақ, Нас сүрелері мен Аятул Курсиді оқудың пайдасы өте зор. Азан айтып, Алланы зікір етумен жын шайтаннан сақтану керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер жын сендердің біреулеріңе шайтандардың бірі елес болып көрінсе, азан айтыңдар деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам немерелері Хасан мен Хусейннің шайтанның және улы жәндіктердің зиянынан, сұқ көзден сақтауын Алладан тілеп дұға ететін. Сондай-ақ хақ тағала тәуекел етіп барлық ісінде шынайы, оған сүйену, тамақтанғанда бисмилля деп айту, дәрет алып жүру, жуыну, өзіне дем салу сынды іс-әрекеттер пәленің жоламауына немесе одан құтылуға ықпал етеді. Сонымен қатар жыннан қорғану үшін
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйреткен таңғы және кешкі сүннет дұғаларды оқып жүруі қажет. Адамның ішіндегі жынды шығаратын молдалар бар. Ол үшін арнайы оқи ма, әлде адамға берілген қасиет пе деген сұраққа жауап беріп кетейін. Жын тиген, жынданған, рухани аурумен ауыратын, сондай-ақ көз тиген, жаман түс көрген адамдардың имам молдаларға дем салдырып тазаланулары үшін мешітке келетіні рас. Ғалымдар Құран аяттары мен пайғамбарымыздан Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен зікір және дұғалармен дем салуға рұқсат береді. Сонымен қатар, дем салатын адамның діни білімі болуы, Құранды дұрыс оқи білуі, намазы мен оразасына берік, күнә атаулыдан алыс тақуа болуы талап етіледі. Сондай-ақ ол Аллаға тәуекел етіп, дем салуы, ал шипаны бір Алладан үміт етуі қажет. Құдайға шүкір, ондай сауатты имамдар мешіттерімізде өте көп. Жындар әлемімен кездесіп қалған жағдайда не істеу керек? Осы сұраққа жауап беріп кетейін. Әртүрлі кейіптегі елесті, жынды көрген адамдар Алладан пана тілеп, олардан қорықпағаны жөн. Өйткені Алла қаламаса, олар ешкімге зиян бере алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жындар жоқ, яғни олар өздігінен ешкімге зиян бере алмайды деген екен. Мұсылман адам ғайыпқа иман келтіреді. Ғайып деп көзге көрінбейтін, қолмен сезінбейтін әлемге айтылады. Бүкіл әлемді жаратушы Алла тағала және барлық пайғамбарлар, періштелер және жындар мен және тозақ біз үшін ғайып, яғни оларды көрмейміз, бірақ иман келтіреміз. Сондықтан да құрметті көрермендер, үнемі Аллах тағалаға зікір етіп жүрейік. Алланы аузымыздан тастамаса қор болмаймыз. Бала-шағамызға дұрыс тәрбие беріп, Алланы танытсақ, болашақта өзіміздің жағдайымыз да оңай болмақ. Сіздермен болған пайдалы ақпараттар айдары. Видеоға лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер. Алла разы болсын. Әмин.